Көз тек көретін орган емес, адам жанының айнасы. Оны біз бенсіз күнделікті өмірде қаншалықты қорғай алып жүрміз. Дәрігерлердің сөзіне жүгінсек, қазір көру қабілеті төмендеген жандар саны күрт артқан. Медицина саласы дамыған сайын, оны емдейтін неше түрлі әдістер де бар. Бүгін біз осы мақсатта дәрігер-офтальмолог тәжірибесі мол маман Гүлпан Күтішевмен сұхбаттасамыз. Күнделікті өмірде смартфонға үңілген кезде көзімізге үлкен зиян келтіріп жатқанымызды ұмытпаған жөн. Жылдан жылға көз дәрігеріне жүгінетін жандар мен көз емдейтін орталықтар саны артуда. Адам жанарын жақсартуға арналған заманауи технологиялар да көбейіп, білікті мамандар оны тиімді қолдануда. Жасөспірім арасында көз көру нашарлауы өте көп. Не себебі болғанымен дәрігерге көп бармайды, көздерін тексертпейді, зрениені тексертпейді. Ондай балалардан бастап жасөспірімге келгенше зрениесімен ұспақтайды. Сол кезде жылына 2 рет дәрігерге, көздерге қаралу керек. Основная причина – это смартфоны, стрессы, хронические заболевания, недостаток витамина. Қазіргі таңда жастардың, әсіресе балалардың көз көру қабілеті төмендеп барады. Мамандар мұның басты себебін телефон, планшет пен компьютерді ұзақ уақыт пайдаланумен байланыстырады. Экран алдында сағаттап отыру көзге артық салмақ түсіріп, түрлі аурулардың пайда болуына әкеледі. Соның ішінде көз ауруы. Көз дәрігерінен шықтым. Өкінішке орай менің көз көру қабілетім төмендеп кеткен. Мен уақытылы қаралмағандықтан, көзге салғырт қарағандықтың салдарынан болып отыр осындай жағдайлар. Енді сіздерге айтарым, көздеріңізді уақытылы күтіңіздер. Көз ол біздің болашағымызға, өмірімізге керек ең басты органымыз. Маманның айтуынша, бүгінде көзді емдейтін құрылғылар айтарлықтай дамыған. Олар көру қабілетін қалпына келтіруге, көз бұлшықеттерін жаттықтыруға және аурудың алдын алуға көмектеседі. Ең бастысы уақытында тексеріліп, күтім жасау. Умеренно пользоваться смартфонами, компьютерами, больше заниматься гимнастикой для глаз. Гимнастика у нас в Ютубе, везде очень достаточном количестве разные. Это с целью профилактики, снижения зрения. Витамины группы А, сон, режим сна обязательно. Көз адам өміріндегі маңызды мүшелердің бірі. Оның жағдайына салғырт қарауға болмайды. Мамандардың пікірінше, көру қабілетіндегі өзгерістерді байқаса, уақыт созбай тексеріске жүгінген дұрыс. Қазір алдын алу шаралары мен заманауи ем түрлері жеткілікті. Айдан Алтайбек, IT таңғы.